Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қызанақта қысқа көкөністер қосып, қалай тұздайтынымды бөліскім келеді. Осы тәсілмен жасап көруге кеңес беремін. Өте керемет болып шығады. Біз қызанақтарымыздың қасына сәбіз және де орам жапырақ қосып дайындайтын боламыз. Ендеше видеоның соңына дейін өткізбей қараймыз. Бізге қажетті көкөністердің барлығын описание бөліміне төменге жазып қалдыратын боламын. Ал енді біз банкаларымыздың ішіне 2 лавр жапырағы, 2 дана сарымсақ және де кішкене ащы бұрыш салдым. Тәтті болгар бұрышы, 2 дана сәбіз осылай кесілген және де орам жапырақтарымызды осылай саламыз. Қалауыңыз бойынша көбірек салсаңыз да болады. Содан соң рет-ретімен біздің қызанақтарымызды банкаларымызға жайғастырып салып шығатын боламыз. Қызанақтар өзіміздің бақшамызда егілген, өте дәмді. Ал енді біздің банкаларымыздың үстіне осылай қайнап тұрған су құйып аламыз да 15 минутқа қоямыз тындырып. 15 минуттан соң осылай суларын төгіп тастаймыз. Ал ендігі кезекте біз укропымызды саламыз. Менде бұл балғын түрінде салдым. Егер сізде зонтик укроп болса, сол укропты қолдансаңыз да болады. Енді тұзымызды салып шығамыз. Әр банкіге 1 шай қасықтан тұз саламыз және де 1 шай қасықтан қант салып шығамыз. Барлығын осылай кезек-кезек саламыз. Міндетті түрде түйіршіктелген қара бұрыштарымызды саламыз. Әр банкаға шамамен 10 данадан салынды. Енді біз уксусымызды құйып шығатын боламыз. Әр банкіге осылай 1 шай қасықтан толтырмай құямыз. Уксусымызды құйып болдық. Енді қатты қайнап тұрған суымызды құйып, біздің банкаларымызды жауып тастауға болады. Достар, видеом ұнаса, міндетті түрде лайк басып, пікір жазып қалдырыңыздар және де осы видеоны өздеріңіздің жақындарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Мінекей біздің банкаларымыз дайын, барлығын жауып қойдық. 1 күн жылы жерге орап сақтадық. Осымен біздің тұздалған қызанақтарымыз дайын. Достар, міндетті түрде арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода көріскенше аман болыңыздар.